Сәлем достар, бүгін сіздерге дәмді әрі жұқа болып пісетін блинчиктің рецебін ұсынамын. Қолдау ретінде каналыма тіркеліп, және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Табаға 2 жұмыртқаны шағып аламыз. Бөлме температурасында айран, су және шекер салып, дәміне қарай тұз, сода салып жібересіздер. Енді барлығын жақсылап араластырып, бір ерекше дәм беру үшін ванильден кішкене қосып жіберіңіздер. Енді онда илектен өткізіп саламыз. Илектен өткізген кезде жайлап қозғап отырыңыздар. Барлық массаны жақсылап араластырып болған соң, ең соңында майды салып қайта араластырасыздар. Сұйықтығы дәл видеодағыдай болу қажет. Қатты қою болып кетсе, блинчиктер қалыңдау болып қалуы мүмкін. Қызып тұрған табаға майды жағып аласыздар. Енді блинчиктерді жайлап пісіріп ала бересіздер. Блинчиктерді орташа отта пісіріп аласыздар. Осы уақытта айта кеткім келіп отыр, қантты көп салуға болмайды. Қантты көп салсаңыздар, табаға жабысып қалуы мүмкін. Барлығын өзінің нормасында пісірсеңіздер, блинчиктеріңіз әдемі дәмді болып шығады. Және блинчиктің ішіне қосылатын қоспалардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Достар, міне біздің блинчигіміз дайын болды. Өздеріңізде көріп тұрғандай жұмсақ әрі жұқа болып піскен. Видео ұнаса лайк басып, қолдау ретінде каналыма тіркеліп кетіңіздер.